Біз технология аспанға шыққан, бәрі интернетпен жасанды интеллектке байланып қалған заманда өмір сүріп жатырмыз. Адамдар Марсқа ұшуды ойлап жүріп, бірақ та жер бетінде әлі күнге дейін өркениеттен бөлек өмір сүретін тайпалар да бар. Олар үшін телефон деген жоқ, интернет те, заң да, тіпті қазіргі өмір де жоқ. Олардың өз ережесі мен өз заңдары бар, және де бізге қалыпты емес болып көрінетін кейбір қорқынышты дәстүрлер де бар. Кейбір салттары адамды шокқа түсіреді, ал кейбіреулері сенің бұл шынымен болып жатыр ма деп ойлауыңа әсер етеді. Сәлемдер, сіздермен бірге бұл мемесі жас менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ең жабайы тайпалар туралы айтып беретін боламын. Ал сіздер оған дейін арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ал енді сіздер дайын болсаңыздар, біз видеоны бастаймыз. Mr. Jones әңгімелеле. Амазония жер бетіндегі өте қорқынышты орындардың бірі. Ол жерде алып қолтырауындар, гигант анакондалар және де адамды тірідей жейтін пираньялар бар. Бірақ сен осы жыртқыштардан аман қашып шықсаң, сені одан да қауіптісі күтіп тұрады. Олар адамдар. Бразилия мен Перу шекарасында өмір сүретін Каруба тайпасы дәл сондай халықтардың бірі. Бұл тайпа жайлы адамдар 1996 жылы ғана білсе де, ғалымдар бұлармен әзілдесуге болмайды екенін бірден түсінді. Карубаны бразилиялық адамдар дубинкалы адамдар деп атайды. Неге екенін түсіну қиын емес, себебі олар үлкен алып дубинкаларын өздерінің қолдарынан мүлдем тастамай жүреді, және де өздерінің жауларын сол дубинка арқылы аяусыз талқандайды. Каруба өте агрессивті, өте қатыгез тайпалардың бірі. Егер де сен оларға кішкене болса да ұнамай қалсаң, сен аман қалмайсың. Әлсіздер мен ауру адамдардан олар еш ойланбастан құтылады. Тек қана ол жерде мықты жауынгерлер ғана болуы керек. Себебі Каруба көрші тайпаларға жиі шабуыл жасайды. Ең қорқыныштысы, олардың әйелдері де еркектермен бірдей деңгейде соғысады. Тіпті көбінесе жеңіспен қайтады екен. Ал Бразилияда тағы да бір қауіпті тайпа бар. Олар фличерес. Бұл атау садақшылар деген мағына білдіреді, және де олардың ең сүйікті қаруы өздерінің атаулары айтып тұрғандай садақ. Олар оны кез келген жағдайда қолдануға дайын тұрады. Антропологтар оларды алғаш рет ұшақта көрген кезде тайпа адамдары ұшаққа жаппай оқ жаудыра бастайды. Мүмкін олар темір құсты алғаш рет өмірінде көріп қорққан шығар, немесе өз жерлерін қорғаған болар. Өйткені олар бөтен адамдарға мүлдем сенбейді. Тіпті бір экспедиция Амазонкаға кірген кезде Амазонка ішіне сындырылған ағаш көшетін тауып алған, және оны тайпаның ары қарай келме деп ескерту етіп түсініп, артқа қарай шегінген болатын. Иә достар, олар негізі дұрыс істеген. Егер де бұндай тайпаларға жолықсаңыздар, бірден қашыңыздар. Бірақ бұлар да ең қорқынышты тайпалар емес. Перу джунглиінде Машкупиро деген тайпа өмір сүреді. Олар толық оқшауланған, сыртқы әлеммен мүлдем байланыс жоқ. Олар жайлы ғалымдар 2012 жылы ғана білген болатын. Сол уақыттан бері бір нәрсе анық болды. Машкупиро ол әлемдегі өте агрессивті тайпалардың қатарына жатады. Тіпті басқа бір мықты тайпаның адамы олармен байланыс орнатпақ болғанда тірі қайтпаған. Ғалымдардың ойынша бұл тайпаның ашуына үлкен себеп бар. Себебі қазір олардың джунглилеріне, ормандарына мұнай компаниялары кіріп жатыр, және де ескертусіз ағаштарын кесіп жатыр. Сол себепті тайпа үнемі көшіп жүруге мәжбүр болды. Ал көшіп жүру оларға мүлдем ұнамайды. Бірақ сен қазір осылар ең қорқыныштысы деп ойлап жатқан шығарсың. Бірақ қайтадан жоқ. Нағыз қорқыныш әлі алда. Сондықтан видеоны соңына дейін көруді ұмытпаймыз. Алдағы уақытта мен сіздерге өздерінің территориясына ешкімді жақындатпайтын, егер де ол жерге бір қадам аяқ бассаң тік қайтпайтындай тайпаларды айтып өтетін боламын. Дайынсың ба? Ал ендеше жалғастырайық. Келесі тайпа сентинелдіктері. Олар Үндістанның солтүстік Сентинел аралында өмір сүреді, және олар адамзат тарихындағы ең жабық тайпалардың бірі болып келеді. Себебі олар қазіргі сыртқы өркениеттен 60 мың жыл бойы байланыссыз өмір сүріп келеді. Ойланып көріңіздер достар, 60 мың жыл бойы олар сыртқы әлеммен ешқандай да байланыс құрмаған. Олар біз жайлы мүлдем білмейді десек те болады. Өркениет керек емес, технология керек емес, олардың жерлері олардың территориясы. Ал бөтен адам кірсе, ол жерден тірі қалу мүмкіндігі өте қатты аз. Сентинелдіктер бұл аралға жақындаған адамдарды бірден жебенің астына алады. Тіпті тікұшақтардың өзі бұл жерден ұшып өтуге қатты қорқады екен. Елестетіп көрші, сен өз үйіңде алаңсыз отырсың, және де біреу сенің есігіңді сындырып ішке кірмек болады. Бірақ сен не істейсің? Сен ол адамды қуып жібересің, немесе полицияға қоңырау шаласың. Ал Сентинел тайпасы бұл жағдайда не істейді? Олар адамды
адамды бірден жебенің астына алып, оған тірі қалуға мүлдем мүмкіндік бермейді. Тарихта санаулы ғалымдар ғана бұл тайпамен байланыс орнатқан. Әрине толық емес, тек қана кішігірім ақпараттар жинап алған десек те болады. Тіпті Үндістан үкіметі бұл аралға жақындауға үлкен тыйым салған болатын. Ол жерде арнайы катерлер мен көптеген сарбаздар күзетіп тұрады. Бұл тайпа әлемдегі ең жабайы, өте жыртқыш тайпа болып саналады. Ал сентинелдіктерге ең жақын тайпалардың бірі ол Джарава тайпасы. Олар Андаман аралының батыс бөлігінде өмір сүреді және де олар сыртқы әлемнен 55 мың жыл бойы байланыссыз келе жатыр. Осы 55 мың жыл бойы олар өздерінің тіпті салт дәстүрлерін өзгертпеген екен. Джаравалар балық аулайды, жеміс-жидек тереді және де жабайы шошқаларды қуалайды. Олардың ас мәзірінде 150-ден астам өсімдіктер мен 350-ден астам жануарлар бар. Бұрын негізі бұл тайпа өте агрессивті болған, бірақ 1970 жылдан кейін барлығы түгелдей өзгерген болатын. Қалай десеңіз, қазір мен сіздерге осының барлығын айтып беретін боламын. Дайынсыз ба? 1970 жылдардың аяқ жақтарына бұл аралға үлкен жол салынады және де алғаш рет сыртқы әлеммен байланыс орнатылады. Бірақ та бұл жағдай тайпа үшін ауыр салдарға әкелген болатын. Ескере кетсек, негізі өркениеттен алыс тіршілік ететін жабайы тайпалар біздің қазіргі ең әлсіз деген аурулардың өзіне шыдамайды. Сондықтан олар 1999 жылдар мен 2006 жылдардың арасында қызылша ауруымен ауырып, Джарава халқының жартысы қырылып қалған болатын. Себебі олардың иммунитеті өте қатты әлсіз. Келесі тайпа Хуарани тайпасы. 1955 жылы ақштағы 5 миссионер бұл тайпаға христиан дінін таратпақ болады. Алғашында ұшақпен оларға көптеген сыйлықтар жіберген болатын. Бірақ та ол сыйлықтарға халықтың көңілі тола қоймады. Соған қарамастан 1956 жылы миссионерлер тайпаға жақын жерге лагерь құрып, олармен тікелей байланыс орнатуға тырысқан болатын. Бірақ олар бір нәрсені білмеді. Хуарани әлемдегі ең қатыгез тайпалардың бірі. Олар өте қатты соғысқа құмар болады. Және де ең қорқыншысы, сол экспедицияда ешкім тірі қалмады. Хуарани өз жерлерін қатты қорғайды. Олардың аймағына рұқсатсыз кірсең, сен тірі шықпайсың. Достар, өкініштісі миссионерлер оларға көптеген сыйлықтар дайындаған болатын. Жеміс-жидектер, тағамдар және де тағы да басқа керекті заттарды берсе де, Хуарани тайпасы оған наразылық тудырды. Ал енді Яйфа тайпасы. Бұл тайпа Папуаның ең алыс аймақтарында өмір сүреді. Оларға жету үшін бірнеше күн Ну джунглиінің үстінен өтуі керек. Ол жерде тіпті өркениеттің ізі де жоқ. Яйфа тайпасы бірнеше жыл бұрын танымал болған болатын. Себебі британдық зерттеуші Бенедикт Аллен оларға экспедиция жасаған болатын. Қызықы, ол адам 30 жыл бұрын Яйфа тайпасымен кездесіп, тіпті олардың араларына кірген болатын. Бенедикттің айтуы бойынша Яйфа тайпасы қауіпті емес, олар тек қана қатыгез. Олар джунгли заңымен өмір сүреді. Әлсіздік танытсаң, тірі қалмайсың. Әрине, жаңадан бері байқап отырғандарыңыздай, көп тайпада тек қана мықты адамдар ғана қалады. Ал әлсіз адамдармен ауруға немесе тағы да бір себептермен әлсіреп қалған адамдардың барлығын тайпалар көзін жойып отырған. Ал сен қалай ойлайсың, осы тайпалардың ішінде ең қауіптісі және ең қызықтысы қай тайпа болды? Достар, сіздерге видеоны арнаға тіркеліп, видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Егер де дәл осындай видеолар көптеп шықсын десеңіздер, онда осылардың барлығын аямай басып кетеміз. Біз кейде интернеттің нашарлығына, немесе телефонның әлсіз болуына, немесе мүлдем ұсақ нәрселерге мазасызданып, және де оған шағым келтіріп жатамыз. Бірақ әлемде әлі өркениетпен байланыс орнатпаған, интернет дегеннің не екенін білмейтін адамдар да бар. Олар өмір үшін барлығын беріп күресіп жатыр. Ал біз мүлдем технология дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бар затымызға шүкіршілік етейік. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.